Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасының ұйымдастыруымен оқитын ұлт жобасы аясында «Үш арыс, үш ғұмыр» атты видеошолу байқауына Кербұлақ аудандық кітапханасы ұлт мақтанышы Алаштың арыстары тақырыбындағы кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Көрме қазақ әдебиетінің үш бәйтерегі, репрессия құрбандары Ильяс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлиннің туғандарына 130 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Сіздердің назарларыңызға Кербұлақ аудандық кітапханасы ұлт мақтанышы Алаштың арыстары 2024 жылы мерейтойлары аталып өтетін ұлт мақтаныштары қазақ әдебиетінің үш бәйтерегі атанған Сәкен, Ильяс, Бейімбет шығармаларын өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықпен қатар тәуелсіздік жолында жанын пида еткен ұлт тұлғаларының қалтқысыз қызметін сіңіріп, өмірі мен шығармашылығын тереңдей танып, білуіне ықпал ету бүгінгі күннің басты міндеті. Өз заманның зар мұңын қалам ұшымен суреттеп, қоғамның дамуына, жаңаруына, ұлт әдебиетінің қалыптасуына сүбелі үлес қосқан халқымыздың үш бәйтерегі Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин шығармаларына ұлт мақтанышы Алаштың арыстары атты кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамын. Көрме үш бөлімнен тұрады. Қазақ халқы үш бәйтерек деп атап кеткен Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин қазақ әдебиетіне айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде үлкен үлес қосты. Шығармалардың бастаулар арнасы қазақ халқының бай ауыз әдебиеті. Олардың қаламынан Қазақстанның дархан даласы, өндіріс орындары мен еңбек адамдарының іс-әрекеттері, өмірге деген құштарлықтары, болашаққа үміт, сенімдері кеңінен көрінеді. Ұлт руханиятын даңқты туындылармен, тақырып байлығымен, жанрлық қырлармен, көркемдік әлеммен байытқан жазушылар. Кітап көрмеміздің бірінші бөліміне Дүлдүлдің өшпес дүбірі Сәкен Сейфуллин шығармаларымен толықтырылды. Сәкен Сейфуллиннің 5 томдық шығармалар жинағы. Бірінші томына өлеңдер мен поэмалар енген. Өткен күндер, Асау тұлпар, Домбыра, Советстан атты поэмасы еніп отыр. Шығарма Алматы қаласы жазушы баспасынан 1986 жылы басылып шыққан. Жинақтың екінші томына пьесалары, поэмалар енген. Жинағының үшінші томына 1987 жылы Жұбату, Айша, екі кездесу атты әңгімелері қайта басылып еніп отыр. Төртінші томына Тар жол тайғақ кешу романы еніп отыр. Бесінші томына Жемістер, сот жылдарда біздің тұрмыс деген повестермен 1923-1936 жылдары жазған мақалалары енген. Сәкен Сейфуллиннің Тар жол тайғақ кешу роман эссесі 2009 жылы Қазақтың 100 романы сериясымен жазушы баспасынан жарық көрген туынды. Шығармада дәуір ұранына сәйкес қазақ топырағында тарихи революциялық тақырыпқа барған тұңғыш роман эссе. Тар жол тайғақ кешу романында 1916-1919 жылдардың оқиғалары қамтылған. Тар жол тайғақ кешу ең алдымен тарихи, әдеби факт және көркем тілді мәтінді шығарма. Көп томдық шығармалар жинағы Алматы қаласы Қазығұрт баспасынан 2005 жылы жарық көрген. 5-ші томына әр жылдардағы жазған әңгімелер мен публистикасы топтастырылып отыр. Сондай-ақ Бандан оқыған Хамит секілді оқырман қауымға кеңінен танымал, тарихи шындыққа негізделген классикалық шығармасы мен очерктерде хронологиялық жүйемен берілген. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Құлагер ақын, ғибратты ғұмыр, Ильяс Жансүгіров шығармашылығы. Ильяс Жансүгіров тек ақын ғана емес, үлкен прозаик, драматург, сатирик және талантты аудармашыда. Ол өзінің шығармаларымен әдебиетіміздегі көркемдік тәсілді қатыстыруға елеулі үлес қосқан жазушы. Дала атты жыр жинағы Жетісу кітапханасы айдарымен жарыққа шыққан. Әрбір кітап ұлт келешегіне, ұрпақ мүддесіне арналған мол қазына. Сериялы басылым халықаралық Абай клубы ақындар мен жазушылардың туындыларын жарыққа шығарған. Бұл шығармаларда өркен жайған түркі тілдес халықтардың бақытты, аса өмір кезеңдерінің сыры жатыр. Ильяс Жансүгіров 20 ғасырдағы ең кереғар, адамзат қоғамының ең ауыр кезеңінен тұспа-тұс келген аса ірі тұлға. Дала атты жыр жинағында ақынның өлеңдері, аудармалары, поэмалары еніп отыр. 2 томдық шығармалар жинағы. Бұл жинақта
кітаптарға өлеңдер мен дастандары еніп отыр. Шығарма Алматы қаласы жазушы баспасынан 2002 жылы жарық көрген. Ильяс Жансүгіровтің көп томдық шығармалар жинағы, өлеңдері, плагиат поэмасы, аудармалары, фельетондары, күнделіктері, қысқа өлеңдері, әңгімелері енген. Шығарма 16 томнан тұрады. Шығармалары Баян жүрек баспасынан 2019 жылы басылып шыққан туынды. Жолдастар романы Алматы қаласының жазушы баспасынан 2009 жылы қазақтың жүз романы сериясымен 432 беттен жарық көрген. Көрнекті ақын Ильяс Жансүгіровтің Жолдастар романында 20 ғасырдың басындағы халқымыздың басынан кешірген түрлі өзгерістер, ескі қоғамның орнауы кезінде орын алған оқиғалар қазақ қоғамына алғашқы жұмысшы табының қалыптасуы кеңінен суреттеледі. Плагиат поэмасы Алматы қаласы халықаралық абай клубы баспасынан 2016 жылы 372 беттен 1100 кітаптың сериясымен жарық көрген шығарма. Ұлы ойшылдар, асқақ ақындар ой толғандарын өлмейтін сөзбен жеткізеді, ал өлмейтін сөздің алтын сандығы кітап. Үшінші бөлімі көркем сөз бәйтерегі. Қазақ совет әдебиетінің негізін салушы, көркем сөз шеберлерінің бірі Бейімбет Майлиннің шығармашылық жолын революцияға дейінгі әдебиетімізде кең орын алған демократиялық бағытта бастаған жазушы. Шығармаларының ерекшелігі реализмнің күштілігі, шығармалары өмірде болған, өзі көріп білген құбылыстар жайында жазылған. Бейімбет Майлиннің көп томдық шығармалар жинағының бірінші томында повестер, әңгімелер, мақалалар енген. Шығарма Алматы қаласы жазушы баспасынан 2002 жылы 192 бет болып жарыққа шыққан. Бейімбет Майлин көп томдық шығармалар жинағының бірінші томы 1915-1927 жылдар аралығындағы жазған Шұғаның белгісі, повесть мен әңгімелері, мақалалары енген. Бейімбет Майлиннің таңдамалар повестер мен әңгімелері Алматы қаласы жазушы баспасынан 1977 жылы 544 бет болып жарық көрген. Жазушының таңдамалы шығармалар жинағына Раушан коммунист, Шұғаның белгісі атты повестері еніп отыр. Бейімбет Майлин Шұғаның белгісі атты хикаят әңгімелері қазақ прозасы қазынасынан атты сериялы басылыммен жарық көрген. Алматы раритет баспасынан 2006 жылы 256 бет болып жарық көрген. Жазушының Шұғаның белгісі атты повестері жинағына 32 повестер мен әңгімелері еніп отыр. Пьесалары еніп отыр. Қазығұрт баспасынан 2015 жылы 520 бет болып жарық көрген. Сан қырлы талант иесі Бейімбет Майлин пьесаларды да көп жазған қаламгер. Жазушының драматургиясы, оның шығармашылығының мол да құнарлы саласы. Бейімбет Майлин 24 пьеса, 2 сценарий жазған. Келесі томы 5-ші томында сценарийлар, повестер жарық көрген. Бұл томда Бейімбет Майлиннің Алтын сандық, Амангелді, Шұғаның белгісі, Раушан коммунист, 15 ұяқты повестері еніп отыр. Негізгі тақырыбы махаббат бостандығына талпынған жастардың тағдыры бейнеленген. Бейімбет Майлиннің көшпелі махаббат атты шығармасы Астана қаласынан Таным баспасынан 2003 жылы жарық көрген. Бейімбет Майлиннің бұл шағын әңгімелер жинағына негізінен өткен ғасырдың 20 жылдары жазылған ең таңдаулы әңгімелері енгізілген. Алты алаштың аспанында көтерілген рухтас, тұғырлас қаламдастар Сәкен, Ильяс, Бейімбет үшеуі қазыналы қазақ әдебиетінің үш бәйтерегі болып тарихта қала береді. Классик жазушыларымыздың туындыларын оқуға, жаңа ұтқыр технологиялармен бірлесе қадам басып, әр жастағы оқырмандарға қосымша ақпаратты пайдалану үшін QR код арқылы сканерлей алады. Заманауи QR код арқылы шығармаларды оқи аласыз. Кітапханаға келіңіздер, кітап оқыңыздар. Назарларыңызға рахмет.